Баршаңызға қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Арнаға жазып, лайк басып, комментарий жазып, өз пікірлеріңізбен бөлісе отырыңыздар. Енді бүгін мен ойлаш деп біразын миын ашып жүрген сияқтымын. Шыны керек, сол видеоны өзім екінші рет көрген жоқпын. Бір рет көрдім де сразу сала салдым. Менің ғана миым ашымай, сіздердің де миларыңыз ашылсын дедім. Сол енді бірақ до конца көрген адамдар бәрін түсінді деп ойлаймын. Сол сұрақтарымыздың бәріне жауап сол жерде тұр. Енді не айтамын, енді ренжімеңіздер, енді миларыңызды ашып жіберген болсам. Сол ойлаш болып кетті ғой бәрі. Қойызым. Достар, мынаның ішінде не бар деп ойлайсыздар деген тупой сұрақ қоймай қойын. Мынаның ішінде қомақты сумма бар. Осы суммаға мен бірдеңке бүлдірейін деп тұрмын. Состояниесі соска болып тұр ғой деймін да. Приятно болып тұрынан айдаған. Еще именно күтпей тұрған адамға күтпеген жерден, күтпеген уақытта сыйлап тастайын деп отырмын ғой. Не туған күні емес, не үйленіп атқан жоқ, не мен той беріп атқан жоқпын. Күтпеген жерден кәдімгідей. 3, 4, 5. Пока осы. Бұл менің пенсиям. Жатыр, тұр. Адалынан жүрген бір інім бар еді. Соған көз алдында уже үйленетін жасқа келіп қапты. Сізде ағалар бұйырсын дәмді. Маған өзіме керек еді соны. Енді кет барадық, жат жолдамыз дедім. Мұшым бір адам минус болып жатыр, уже қайтатын болып жатыр. Ұйқысынан тұрып ойланбай шығып қойыпты бұл кісі. Не қылдыңыз сіз? Мен қалатын болып жатырмын. Не болды абылай? Ойлаш болды ғой, жолдан секірді ғой, көреш, перизат сияқты. Қоймайды бұл кісі. Кеттік ба? Мына кісіні ұйқысынан оятып алдық. Мына жерде Абылай бар. Мына жерде Абылайдың бананы бар. Короче, кетіп баратық, короче. Білмеймін я. Вообще план жоқ та. Кезей баратын қайқа? Шығасың, барасың ба? Болды, бұл жайда баратын болды. Үшеуміз кетіп баратық, короче. Кет, бұл жай. Кетіп баратық. Құдай ақырын берсін деп осы да. Ойлаш досым деп дым плансыз шығып кете салдық. Деп шашылық балдығы. Арсылдағана гардеробтың ішінде бұлай айналып. Мына гардеробқа сыймай бастадым. Ойлаңдар, мына 14 квадрат қой, мен гардеробым 14 квадрат ойлаңдаршы. Соған сыймай, шынданып тұрып, ана үйден астыңғы гардеробым 37, үстіңгі гардеробым 14. Получается, общий 51 квадрат метрді гардероб қойып жатырмын. Киімдерімізді шығарып, әйтеуір бір жайланып жатырмыз. Енді ана үйіміз бітіп, ояққа көшеміз дегенше де енді шығармай қарап отырмаймын. Осы ұлжыққысын шығарып, реттеп покрас ертең Алматыға алып кететін киімдер болып жатса, нәрсе әкеп нағапта шығарып қойғанбыз ғой. Күн жаман суытып кетті біз аяқтауда. Сол енді жатырмын, енді шаршап жатырмын. Аналардың В общем, мен ертең Алматыға жол жүріп бара жатырмын. Көйлем теріс киген жоқпын. Алматыға ертең жол жүріп бара жатырмын. Соған енді күн резко салқындап кетіп жатқаны бар ғой енді. Соған мынау киімдер алып жүрмін, аяқ киімдер. Кеше енді құрсын кішкене кең аяқ киім дейді. Енді мен бас аяқ киім киіп жүрмін. Дала болса жаңбыр, күн негізі уже салқындап, мен әлі жаздық аяқ киіммен жүрмін енді. Бас аяқ киімдермен де енді кеше подолгқа барғанда тырнағымды жасатып істеткесін де. Енді сол үлкен размер аяқ киім аламын. Өзім негізі 35 киім. Сол 35-ті 36 қылып киіп жүргем, енді білмеймін, 37 алам ба? Мен негізі 35 киім шеті. Бірақ енді көремін енді қалай болады енді сол аяқ киімдерді. Кедей ма бір нәрсе алайын деп едім ғой. Ақ кедейді бар ғой, каждый сезон сайын аламыз. Осы киетін сезоны болған сайын аламыз ғой. Лас болып қала берді да. Жұрттар деген күзді кетіп киіп алған ғой, уже аяқтарын. Мен әлі жаздық босоножкамен жүрмін ғой. Қазір хотя бы кедейларында кеше подолгтан қорқайын деді, құрсын тырнақтың проблемасынан кейін. Сонымен енді құрсын үлкен размер алайық, енді қайтеміз деп. Астағфираллах, мен осындай нәрселерді вообще айтқым келмейді негізі. Осындай нәрселердің адамдардың құлағына жетіп, адамға бір нәрсе құлағына келе берсе норма сияқты болып қалады ғой сол. Бірақ енді менде әйел адамдар бар ғой, мен өзімнің басымнан өткен нәрселерді сабақ болсын деп айтайыншы. Мен бағана мынандай нәрсе көріп қалдым. Неден? Инстаграмнан 5 баласы бар екен. Ана кәдімгі хиджаптағы қыз ау деймін, по-моему, видеодан солай көріп тұрмын. 2 баласын өлтіріп қойған ба, 5 бала шағасы бар екен, қалған 3 қасында тұр. Сосын күйеуі шақырғанда ана әйелді енді полиция шақырып беріп жіберіп жатыр да.
осындай жағдайда мен көп жағдайда ешкімді кінәламаймын да, ешкімді жаңағы ақтамаймын да, барынша неге олай болды екен деп түсініп көруге тырысам да. Енді бұндай жағдайға не үшін әйелдер барып жатады, мысалы шаман келгенше ту деп айтылу керек сияқты негізі. Көтеріп қойып ойбай туа бердім деген емес. Неге десең, бұл енді Аллахтан келіп жатқан нәрсе ғой, бірақ әйелдің денсаулығы важный да бұл жерде. Өйткені мынандай оқиға болған ғой баяғыда. Бір әйел спираль салдырғанда, сөйтіп бұл спираль жақпаған ғой оған. Сөйтіп ана әйел деген жынды болып кете жаздаған, жынды болып кетейін деп бір гинеколог айтқан ғой, спираліңді алдырып таста деп ше. Сөйтіп алдырып тастағаннан кейін барып ана әйел нормаға, қалыпқа түскен ғой. Сөйтсе сол влиять еткен да бүкіл организміне, анау жынды болып кете жаздаған ғой. Сондықтан мысалы витамин жетіспегенде, менің өзімде болған нәрсе, мен всегда менде зобым бар, мен щитовидкадан проблемам бар. И депрессияның есігінен кіріп шығып смело жүре беретін тұғым екі ортада ше. Барлықтарыңызға қайырлы кеш достар, қалайсыздар? Мен сол болашақ жарыммен Мади көшпен жүрмін. Ары бер тіліктерін көтеріп, қартын ашты. Сол біздің бірінші заказымыз келді. Ол пицца. Жағдайым біразға жақсы болды, кәдімгі. Сұрпа ішіп, күшті болып қалдым. Şimdi жазатындар бар ғой қазір. Ауырып жатыр едіңіз ғой деп. Şimdi жан кірді ғой. Енді өтірік істемеймін, енді ауырсам ауырғанымды көрсем, ауырмасам ауырмайды деймін. Өтірік салбырап жата бере алатын адам емес екенмін мен. О, достар, қалайсыздар? Қайырлы таң, обед болып отыр ма? Не болып отырсыз? Короче, мынандай болып тұр да. Маған орысша бір реклама ролик түскен болатын. По идее, былай орысша сөйлеген кезде былай нормально жеткізіп, нормально сөйлеймін да. Но именно жаңағы видео түсіретін кезде бөлі тілім шайналып дұрыс жеткізе алмай, короче, үйтпейт түсірген болатын. Так что пиздец орысша сөйлейтіндер мен видеома сын айтпаңдар, әшейін примерно көріп қалған кезде өтіп кете салыңдар да, короче. Ну и нафиг деп бола береді деп короче. Как-то біз түсіріп тастаған болатынбыз кеше. Қазір енді баланы далаға алып шығайын деп отырмық сыртқа. Таза ауаға. Короче, я с сыном иду гулять, короче. Достар, барлықтарыңызға қайырлы кеш, қалдарыңыз қалай? Мен бүгін аяқ асты Көктөбеге келіп қалдым. Бұл менің сестренкам. Өнерде жүрген, өмірде жүрген менің сүйікті де сүйкімді сестренкам екеуміз Көктөбеге келген жайымыз бар. Мынау не деген қайырлы таң болды, абылай мынау. Ас болсын, мынау завтрак деген бөлек кетіп жатыр. Жолдың тамақтары негізі бөлек болады ғой. Негізі бұл кісі түнде ойбай ұйықтай бер, чуға барып оятам деген ғой. Тұрсам ұйықтап жатыр ғой жанымда, жол жетіне машинем қойып қойған. Өзім тұрғызып алып, абылай тұрса кеттік деп айтып жүргізіп алдым ол кісіні. Ағайындар, жағдай сондай. Жайдау керек та машинем. У нас на санях. Первый это Фотоға түспегендер. Тамақ ішпедім деп тамақ ішуге апаратыр екен. Арқалауға апарам деп, белім андай болады ғой, отравлениеден кейін полный денең сырқырап тұрады, ауыр болып сөйтіп тұрмын. Құрметті оқырмандар, күнделікті дәл осындай қызықты видеоларды көру үшін менің арнама тіркеліп алыңыздар, күнделікті менімен бірге болыңыздар.